Армысыздар, татулықты табысым деп, бірлікті байлығым деп санайтын қазақ елі. Қазақтың киелі шаңырағының астында тату тәтті, бір атаның баласындай, бір қолдың саласындай өмір кешіп жатқан Қазақстан халқының бірлігі арта берсін деген ниетпен осы видеоролигімізді бастаймыз. Жақында қазақ елі үшін үлкен мереке, тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы тойланбақшы. Қазақ елі тәуелсіздік тұғырына қалай жетті? Бұл мереке қалай тойланады? Қандай іс-шаралар жасалады? Міне, осы сұрақтардың жауабын біз бүгін білмекшіміз. Олай болса, жүріңіздер. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының жастар ісі жөніндегі басшысы Абай Жангелдіұлынан сұхбат аламыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Жақында тәуелсіздік мерекесі тойланбақшы. Бұл мереке біздің институтымызда қалай тойланады? Сол жөнінде айтсаңыз. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай кешенді жоспарымыз құрылған. Алдыңғы күндерге соның барлығын атап өтсек, қазіргі кездегі осы қараша айының 23-24 күндерінде осы «Мен елім мәңгілік ел» атты облыстық фестиваль өткізіледі. Соның ішінде жаңағы вокал, инструменталды орындау, хореография және поэзия 4 номинациясы бойынша қатысушылар қатысады. Сол номинация бойынша жеңген жеңімпаздар, яғни алдымызда болатын 12 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне арналған үлкен гала-концертте өздерінің жаңағы нөмірлерін қоя алады. Рахмет. Олай болса, қазір сіз бізді тамашалап отырған аудиторияға, ұстаздарға, студенттерге өзіңіздің осы тәуелсіздікке орай ізгі тілектеріңізді айтып өтсеңіз. Жалпы мынау 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін 25 жылдығына орай осы Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ұстаздарымен және студенттерін осында үлкен мерекесімен құттықтаймын, және барлық ұстаздарға және студенттерге алдағы уақытта зор денсаулық, мол бақыт, әрқашанда қуаныш пен шаттық болсын, елім заман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Рахмет. Сізге де үлкен рахмет осындай сұхбат бергеніңіз үшін. Сәлем, қыздар. Қыздар, бұл шарықтар сіздерге не үшін? Не болайын жатыр? Біз тәуелсіздіктің 25 жылдар қарсаңында акция ұйымдастырып жатырмыз. Осыған орай мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында мына шараларды таратамыз. Олай болса керемет, олай болса барлығымыз бірге тамашалайық. Сәлеметсіз бе? Сізді келе жатқан осы тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді де құттықтаймын. Рахмет. Сізде қазір керемет мүмкіндік бар. Бізде аудиторияда отырған ұстаздарды, студенттерді осы мерекемен құттықтап, сіздің тілектеріңізді айтуға мүмкіндігіңіз бар. Жарайды. Құрметті ұстаздар мен студенттер, сіздерді тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Тәуелсіздіктің қадірін біліңіздер. Бізге оңай келмеген бұл тәуелсіздіктің қадіріне жетіп, әрі қарай да осы қазақ елінің болашағы үшін жұмыс жасай берулеріңізге тілектеспін. Қазақ елін мәңгілік ел десінші, тәуелсіздік жылы 25-ші. Құтты болсын жасап жатқан мереке фиминоның курстары 2-ші. Көп рахмет сізге осындай құттықтауыңыз үшін. Сіздерге де рахмет, мереке тағы құтты болсын. Рахмет. Ömür ötede sulap toxtamay
өткізіліп жатыр. Мектептерде не болып жатыр екен? Ол жөнінде менің әріптестерім айта кетеді. Азиза? Рахмет, Гүлнұр. Баланың патриоттық сезімі елге, жерге деген сүйіспеншілігі ерте кішкентай жасынан басталады. Сол бір сезімдерді қалыптастыру мына біз, бастауыш мұғалімдердің қолында. Сол себепті біз қазір Мариям Хакимжанова атындағы 20-шы орта мектепте тұрмыз. Мұнда патриоттық сезімді қалыптастыру мақсатында шағын іс-шара өткіземіз. Бұл іс-шараны басқарып жатқан Аскарова Снежанна. Олай болса, бұның бәрін бәріміз бірге тамашалайық. Кеттік. Шан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, жинал дегені. Көк тудың желбірегені, жаныма туа береді. Тасқан нәзір жанын ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Міне, мектепте де осындай қызықтар болып жатыр. Біз келесі сөз кезегін аудиторияға береміз. Гүлсім?